Баршаларыңызға сәлем, менің сүйікті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге бір жақсы өзімнің жасап жүрген зікірлерінің біреуімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Яғни таң намазы мен парыздың ортасында субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим ва бихамдихи, астағфируллахты 100 рет айтатын болсаңыздар, және де сүннет пен парыздың ортасындағы дұға тілек тілесеңіздер қабыл болады делінген. Яғни бұл субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим ва бихамдихи, астағфируллах дегеніміз барлық кемшіліктерден пәк және аса даңқты. Алла оған барлық мақтаулар болсын. Ұлы Алла аса даңқты, барлық кемшілік атаулыдан пәк. Және де осының арасында астағфируллах айтылып кетеді. Ол астағфируллах дегеніміз кешірім сұрау дұғасы болып есептелінеді. Одан бөлек таң намазында Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айтып болғаннан кейін Аллахумма ажирни миннан-нар. Яғни қазақша мағынасы я Алла мені тозақ отынан сақтай көр деген мағынаны білдіреді. Бұны егер де сіз таң намазында айтатын болсаңыз, кешке дейінгі жағдайда, бақилық болып қалған жағдайда сізді тозақ отынан сақталынады деген. Егер ақшам намазынан кейін айтатын болсаңыз, түн ішінде бақилық болып қалсаңыз, бұл тозақ отынан сізді қорғап қалады деген сөз. Яғни одан бөлек Мұхаммед пайғамбарымызға көптеген салауаттар айтып, көптеген жетістіктерге жетіп жатқан адамдар өте көп. Яғни ауру адамдар болса, ауруынан айығып кетіп жатады. Ақшадан тарылып, қиналып жүрген болса, жұмыс тауып, жұмыстары жүріп кетеді. Бұл жерде мысалға Мұхаммед пайғамбарымыздың жақсы көретін нелер бар, салауаттары бар. Оның біреуі Аллахумма солли алла сайдинна Мұхаммадин нәбил умми уа аля алихи сохбихи уассалим. Немесе намазда оқылып жатырған Аллахумма солли алла сайдинна Мұхаммадин уа аля сайдинна Мұхаммад камма салайт аля Ибрахим уа аля Ибрахим инака хамидун мажид. Аллахумма барик аля Мұхаммад уа аля Мұхаммад камма баракта аля Ибрахим уа аля Ибрахим инака хамидун мажид. Осы салауаттарды айтсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Яғни бұны тоқтатпай 100-ден 1000-ға дейін айта беріңіз. Неғұрлым көп айтқан сайын, соғұрлым сіздің жұмысыңыз алға басып, ауырған жерлеріңіз болса емделіп, және де Мұхаммед пайғамбарымызға көп салауат айтқан адамдардың жүзі Мұхаммед пайғамбарымызға көрінеді деген, және де одан бөлек ол кісінің түсіне еніп, ол кісімен сөйлесуді мүмкін. Егер Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сіздің түсіңізге кірген болса, ол кісінің жүзіне, ол кісінің бойына ешқандай жын-перілер кіре алмайды. Яғни ол кісінің өзі сіздің түсіңізге емген болып көрінеді. Яғни ол кісінің өзі келеді деген сөз. Мына сіздерге енді осындай зікірлерді айттым, жіберіп алмай айтып жүріңіздер.